сөздердің енді сіздерге мынандай өмірде мысалы жұмыста болады ғой, ақылдасу үшін бірінші өзіңіз осы отырған әріптестердің ішінде кіммен хабарласасыз? Мысалы іс-шара өтейін деп жатсыз, соған бір тренинг ойлап жатсыз, бірақ қызықтырамай жатсыз. Сол кезде бірінші кімге звондайсыз, кіммен сөйлесесіз, сол адамдарыңызды ертіп шықсаңыздар. Енді жұмыста білесіздер, әртүрлі қиындықтар болады, қызықшылықтар болады. Әркім өзінің бірінші хабарласатын адамын алып шықса. Белгілі болып бүйтіп қарап тұрып, енді досыңның кім екенін айтсаң, сенің кім екенін айтамын деу ғой. Сіздердің жобаларыңызды байқап қалдық, өте керемет маман елдер екендеріңіз көрініп тұр. Енді қасыңыздағы әріптесіңізбен мен қазір әріпті көрсеткенде сол әріпті жасауларыңыз керек. Алып шыққан әріптесіңізбен сол әріпті мысалы А деп көрейік. Мынаған шамалы ашайық. А. Бақытбек Рүстем Аны қалай істередіңдер сендер? Енді бұл жерде Алтынай апай, Омекен апай қарап отырсаңыздар, кімнің асы ұқсамайды, соны шығарып жіберуіңіз керек болады. Бұл әшейін мысалға бірді көрсетіп, бірінші Аны жаттық қылып көрсетіп, ендігі келесі әріпте ендігі кешірім жоқ. Ойыншыдан шығып отырады. Жаңа аңыз істеп, енді П. П'ны қалай істеп едіңіздер? Кімді шығарады? Омекен апай. Ұсақ тұрма. Енді С. С деген әріпті қалай істеп едіңдер? Тезірек. Сегіз сой. Сыны істедік па? Кім болмайды? Кімді шығарады? Ойында жеңілсеңіздерге өмірде жеңілмеңіздер. Әлі алда бағыт қызықшылықтар. Енді И. Болды, ұстасаңшы қол. Әлима апай, қайсы диамант деп ойлайсыздар? Х дегендегі, хат дегендегі хат. Иә. Сәл жағынан. Дұрыс, күшті істеріңіз. Қалай болды дейсіздер? Ахманжан мен Шорнақтың қыздарын намыс жібермеңдер. Басқа уақыт қалды. Біреуін шығарамыз ба, шығарамыз ба? О кетті, енді Л.
Наоборот, наоборот. Наоборот, арғы аяғы. Сіз аяғыңыз. Уақытпен өскенді шайып, қателесіп Жоқ, жоқ, жоқ олар. Дұрыс істеп жатыр. болмайды ғой жұрттың айтқан құлақ асады ма? Енді қайтадан о басқаша істеңіздер жаңағылай емес. Үе. Мен бұл жерде психолог деген